Президент жайлы жылдам ақпарат тарады. Барша қазақ елі көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум арма қазақ, арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды апта бойы алғашылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамызға жазылып лайк түймесін басыңыз. Тоқаев орыстарға не деді? Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Российская газетаға арнап жариялаған мақаласындағы Қазақстан мен Ресей арасындағы стратегиялық серіктестік, тарихи достық және де болашақтағы ортақ мақсаттар туралы ойыменен бөлісті. Мемлекет басшысы екі ел арасындағы байланыстың тамыры тереңде жатқандығын айтып, қазір бір ынтымақтастық жаңа деңгейге көтеріліп отырғандығын түсіндірді деп жазады өзгеріс.инфо. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мақаласының басында Қазақстан мен Ресейдің ғасырлары бойы байланысын сипаттайды. Ол екі елдің одақтас мемлекет және де стратегиялық серіктес деп айтады. Екі халықтың ұзақ уақыт бойы бір кеңістікте бірге жасап, қуанышы менен сынағын бөліскендігін еске түсіреді. Ол өз ойын былай жеткізеді: мәңгі достық біздің халықтарымыз үшін жол нұсқайтын жұлдыз. Тарихтың өзі бізді осындай терең және де сенімді ынтымаққа алып келді. Біз бір кеңістікте бірге жасап, ортақ мәдени кеңістік қалыптастырдық. Содан кейін Қазақстан тәуелсіздігін алған сәттен бастап Ресей бағытты сыртқы саясатының тұрақты басымды болғандығы жазылды. 1992 жылғы екі ел мәңгі достық, ынтымақтастық және де өзара көмек туралы шартқа қол қойған. Бұл құжат екі мемлекеттің саналы таңдалуын білдіріп, келешекке бағыт сілтеген тарихи акт ретінде ұсынылады. Тоқаев бұл туралы өз пікірін былай жеткізді: мәңгі достық деген сөз жай әдем пікір емес. Ол біздің халықтарымыздың қазіргі де, ертеңгі де шындықты қабылдау тәсілі. Бізді ортақ көзқарас, ортақ түсінік және де болашаққа бағытталған сенім біріктіреді. Мемлекет басшысы мақаласындағы Қазақстан мен Ресейдің стратегиялық серіктестігі қазіргі уақытта күрделі жағдайында аса маңызды екендігін айтады. Бұл байланыс қатты аумалы заманда тұрақтылықты сақтап тұрғандығын атап өтті. Ол екі елдің қарым-қатынасының іргетасы өзара сенім, құрмет және де тең құқық екендігін түсіндірді. Тоқаев серіктестің Евразия қауіпсіздігін қамтамасыз етуге рөлін де атап өтті. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де осыған ұқсас өзге де ақпараттар сіз үшін қызықты болса, арнадағы подписаться және де лайк түймесін басыңыз.